угрозы? И какова роль Назарбаева в формировании этих угроз? Или он здесь ни при чем, они объективны, и Назарбаев, наоборот, их уменьшает? Я слово представляю. Армысыздар, қазіргі биліктің қарсыласы Мұхтар Әблязов пен бұрынғы президент Назарбаевтың кеңесшісі болған Ермұхамет Ертісбаев арасындағы дебат экономика, Қытаймен қарым-қатынас, билік транзиті секілді тақырыптарды қамтыған болатын. Ендеше дебатта айтылған деректерді бірге тексерейік. Даже такие страны, как Латвия, Эстония, Литва, которые вместе с нами были в Советском Союзе, имеют валовой доход на душу населения в 2-3 раза больше. Страны, которые не имеют ни нефти, ни газа, ничего. Әлемдік валюта қорының мәліметіне сенсек, Балтық елдеріндегі адам басына шаққандағы жалпы ішкі өнім қазақстандық көрсеткіштен орташа есеппен 18%-ға жоғары, бірақ Әблязов айтқандай 2 немесе 3 есе емес. Жан басына шаққанда жалпы ішкі өнім рейтингі Эстонияда 35.720, Латвияда 31.490, Литвада 37.000, ал Қазақстанда 28.510 долларды құрайды. По ВВП на душу населения Казахстан реально обошел Россию, даже Российскую Федерацию сейчас. Халықаралық валюта қорының мәліметі бойынша, жан басына шаққандағы жалпы ішкі өнім Ресейде 30.280 доллар болса, Қазақстандағы бұл көрсеткіш 28.510 долларды құрайды. Бұл статистика бойынша Ертісбайдың дерегі қате екенін аңғаруға болады. Валовой доход Эстонии 22 тысячи долларов. Минимальная зарплата, минимальная, свыше 500 евро, то есть 600 долларов зарплата в Эстонии. Теперь средняя зарплата. Средняя зарплата в Эстонии в долларах 1500. Дүниежүзілік банктың мәліметінше 2018 жылға Эстониядағы жалпы ішкі өнім 30 миллиард долларды көрсетуде. 2014-2018 жылдар аралығында Эстониядағы орташа жылдық жалақы 26.900 доллар болған. Айлық есептік көрсеткіш бойынша Әблязов айтқаннан да көп 2200 долларды құраған. Эстонияның салық және шекара қызметінің ақпараты бойынша 2019 жылдың қаңтарындағы ең төменгі жалақы расымен 500 евродан жоғары. Вся земля, все продано немцам, шведам и финнам. Эстонияның қоршаған орта агенттігінің мәліметі бойынша 2015 жылы Эстон жерінің 25% ғана жеке меншікке тиесілі болған, 71% мемлекеттікі, 0,73% муниципиалдық, 0,75% көпшілікке, 0,2% аралас жеке меншікке, ал 2,3% тіркелмеген жеке меншіктің иесінде. А мы как стоим? У нас на около 400 долларов. Средняя зарплата, она у нас одна из самых нижних, даже ниже, чем вот этих балтийских государств. Расымен 2019 жылдың тамыз айындағы статистикада Қазақстандағы орташа жалақы мөлшері 188.038 теңгені көрсетуде, ал ақш долларына есептесек 487-ге тең. Назарларыңызға мың алғыс. Фактчек сайтын оқып лайк басып пікір жазуды ұмытпаңыздар. Аман сау болыңыздар.